Саламатсыздар ма оқушылар? Біздер бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздерге осы сабақтың мақсатына жетуге, сабағымызды жақсы қорытындылап шығуға, сабақты жақсы өткізуге сіздерге сәттілік тілеймін. Сабақты бастамас бұрын сіздерге бейнеролик көрсетіп беріп тұр. Барлығымыз назарымызды тақтаға аударайық. Жақсы, балалар. Бұл өлең сіздерге бұл ән таныс па? Қандай ән? Қандай ән, балалар? Бекболат Тілеухановтың еліменің аңсаған. Бекболат Тілеухановтың еліменің аңсаған әні. Жақсы. Олай болса, бұл осы еліменің аңсаған әнінің мазмұны қандай? Жаңа біз қысқаша мазмұнын таныстық. Мазмұны қандай екен? Тақырыбы қандай? Яғни бұл әнде не туралы айтып тұр? Қане, ойланайық, жаңа кім тыңдады? Қазақ халқы осы мәңгілік елді осы күлтегін түркі дәуірінен бастап, күлтегіннен бастап осы мәңгілік елді көздеген болатын. Және де осы қазақ халқының басты мақсаты, басты мұраты осы мәңгілік елге қол жеткізу, яғни тәуелсіздікке, бейбітшілікке баста осы мәңгілік елге яғни жол ашып, қазіргі таңда біз осы дамыған елдердің қатарына қосылып. Жақсы, тағы қосымша Асылжан айта ғой. Бұл өлеңнің басты бізге жеткізетін мақсаты ол елдің бірлігі, ынтымақтығы және де барлығының бір ауызда болып, елдің, халықтың керемет өмір сүргеніне. Жақсы. Ал енді осы шығарманың біздер өтіп жатқан Ақтамберді шығармасымен қандай ұқсастығы бар, қандай үндестігі бар деп ойлаймыз? Ақтамберді жырауда Ақтамберді өзінің елінің бірлігін, ынтымақтығын, татуластығын қалайтын болған. Ал бұл өлеңде осы елдің бірлігі, татулығы қаншама қиын қыстаудан өткен туралы айтылған. Жақсы. Екеуінің тағы қандай ұқсастығы бар, қандай айырмашылығы бар? Жаңа айта ғой. Және де күлдір кісіне айтып те Ақтамберді жырау ол жаңағы татулықты аңсаған. Ал қазір Бекболат Тілеуханов ағамыз ол қазіргі кездің сол бейбітшілікке, татулыққа жеткен кезін айтады. Сол жыраулар аңсаған татулықтың, жыраулар аңсаған ел бірлігінің қазіргі біздің заманымызда орындалғандығы, қазіргі заманымызда дәл қазір патшалық құрып тұрғандығы туралы Бекболат ағамыздың әнінен байқауымызға болады. Енді сабағымызды әрі қарай жүргізу үшін топқа бөлініп алайық. Келе қойыңыздар. Кезекте қоямыз. Қалай жазылып тұр? Мәңгілік ел сіздерде? Олай болса мәңгілік ел сөзін
сеткесін алған оқушылар мына топқа, тәуелсіздік тобы мына топ болады біздерде. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын табу. Мәңгілік ел тобына елбасының тәуелсіздік толғауы шығармасын танысаңыз, сонымен тапсырмамен әуелі танысып аламыз. Ал сіздер тәуелсіздік тобы Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны өлеңі берілді сіздерге. Сонымен әуелі танысамыз. Таныса отырып, біздер тапсырма орындаймыз. Ол тапсырмалардың мақсаты, яғни қадамдары қандай болмақ екен? Қарай қояйық. Ол үшін біздер маңыздылық аймағы деген алдымызға парақтар таратылады. Сол кестені толтырамыз. Ол кестені толтыру үшін бірінші нені табамыз? Бірінші қадамымызды өтіп бірінші маңызды ақпарат табамыз. Бірінші әуелі шығармаларды оқып, мазмұнын түсінеміз. Екінші тірек сөздерді анықтаймыз. Үшінші айтамыз Аружан. Астарлы ойды анықтаймыз. Және мәтіннен маңызды ақпаратты табамыз. Ой болса іске кірісейік. Шығарманы оқи отырып, мына тапсырмаларды орындау естеріңізде болсын. Біздің тірек сөзімізді айтуға бір оқушы, астарлы ойды айтуға бір оқушы, маңызды ақпаратты қарастыруға бір оқушы алыңыз. Жалпы елбасымыздың тәуелсіздік толғауы атты бұл шығармасында біз яғни бұл жастардың, осы болашақ жастардың қолында екенін ұғындық. Ол өзінің мәңгілік идеясымен барша халыққа, яғни осы жастарға үндеу жасап отыр. Қазір біз осы мәңгілік ел идеясы біздің осы ата-бабамыздың ең маңызды, ең басты арманы болып келген еді. Ал қазіргі уақытта біз осы мәңгілік елге, яғни осы бейбітшілік, тәуелсіз елге, бақытты елге қол жеткізіп отырмыз. Соның арқасында біздің елімізде көптеген ұлт өкілдері де бақытты өмір сүріп жатыр. Осы заманымызға оңай келмегендігі жөнінде, тәуелсіздіктің қиындықпен келгендігі жөнінде, жаңағы оны жеңу, тәуелсіз ел атану, егемен ел атану бізге оңай болмағандығы жөнінде елбасымыздың тәуелсіздік толғауында жастарға айтылған өсиет тәрізді дейді. Тірек сөздерге Баймағамбет Сұлтан бейбітшілік тәуелсіздікті жатқыза аламыз. Және де маңызды ақпараттар болып, осы Баймағамбет Сұлтанға айтқан сөздері, ел жағдайын нығайту және Махамбеттің мен деп басталатын сөзі, ол Махамбеттің батырлығын, өзіне сенімділігін, жүректілігін көрсетіп тұр. Және де осы Махамбет Өтемісұлының осы шығармасында астарлы ой, ол әділдік және де бодандық, тәуелсіздік үшін күрес және де ел бірлігін сақтау болып келеді. Бір-біріміздің тапсырмамызға ести қояйық, өз пікірімізді білдіріп, бағалай қояйық. Жақсы. Біздің мәңгілік ел тобына, тәуелсіздік тобының мүшелері тапсырманы қалай орындағандығы жөнінде өз бағасын бере қойсын. Мәңгілік ел тобындағы өз жұлдызымды мәңгілік ел тобындағы Ерасылға беремін. Себебі оның айтқан ұшқыр ойлары, өзіміздің президентіміздің толғауыменен Ақтанберді толғауының үндестігін бірге қосып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын жақсы түсіндіре білгені үшін өз жұлдызымды Ерасылға беремін. Бұл топ, яғни өте жақсы айттым, яғни берілген тақырыптың мағынасын аша білдім. Дегенмен де маған бір оқушы қатты ұнады, ол Айда болып есептелді, себебі ол барлығын нақтылап айтты десек те болады. Өз пікірін нақтылап дәлел келтіру арқылы айттым. Жұлдызымды Айда. Ұсынды. Жақсы, рахмет. Ал енді тәуелсіздік тобына Ғалымбек өз бағасын бере қой. Маған тәуелсіздік тобынан Асылжан ұнады. Асылжанның өзінің пікірі, өзінің ойы және оқушыларға бізге түсіндіруі маған өте қатты ұнады. Жақсы. Тағы. Маған Қарамарыс топтағы маған ең
ең жақсы түсіндіргені менің ойымша Дәулетжан, өйткені ол өзіне берілген тапсырманы ең жақсы түсіндіріп айтты. Жақсы, рахмет. Енді олай болса, әрі қарай сабағымызды дамыту үшін келесі тапсырмамызды орындаймыз. Бұнда екі топқа осы біздің бүгінгі шығармамызбен үндес, бүгінгі сабағымызда тәуелсіздік толғауын және Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқан шығармасын алсақ, осы шығармаларды салыстырамыз екінші тапсырмамызда. Бірінші топтың тапсырмасы тәуелсіздік толғау шығармасы мен Күлдір-күлдір кісінетіп шығармасының идеясы мен тақырыбын салыстырып кестеге түсіреміз. Ал сіздер Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны өлеңі мен Күлдір-күлдір кісінетіп шығармасының екеуін салыстыра қоямыз. Енді біздер бұл тапсырманы орындау барысында қандай қадамдарды орындайды екенбіз? Автордың өмір сүрген кезеңдерін алдымен екі автордың өмір сүрген кезеңдерін анықтаймыз. шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырамыз. Жақсы, отыра қой, аңсап тағы қандай қадамдарды орындаймыз? Үндестікті, айырмашылықты табады және өмірмен байланыстырып қорытынды жасаймыз. Түсінікті ме? Екі автордың алғашқы салыстыру үшін өмір сүрген кезеңдері, шығармалардың тақырыбы мен идеясын салыстырамыз. Олардың шығармаларындағы үндестік, яғни ұқсастық, айырмашылықты табамыз және өмірмен байланыстырамыз. Қорытынды жасаймыз. Кірісе қояйық тапсырмамызға. Өз ойымыздың еркін айтамыз. Күнбе-күнгі сабақта айтылып жүрген әңгімелер ғой, жақсы. Екеуінде авторлар елді халықпен басқарған, яғни бірінші тақырыпта тәуелсіздік толғау дегенде ол біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев айтқан. Ал екінші шығармада Күлдір-күлдір кісінетіп дегенде Ақтанберді жырау айтқан. Бірақ ол жырау болғанмен де ол өзінің ойын халықтарға айтып, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айтқан. Ал тәуелсіздік толғауында өзіміздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз қолымен жазған. Ол толғауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге, яғни жастарға, жас ұрпаққа, еліміздің болашағына, еліміздің халқымыздың мәңгілік ел болуына үлесін қоссын деп, өзінің тілегін, арманын, еліміздің мақсатын осы толғауға жазған. Өте жақсы, тағы қарақат. Ақтанберді жыраудың өлеңдеріндегі жолдардан біз елді бірлікке, татулыққа, бірге жұмыс істеуіне бірігіп өмір сүруге, жауға қарсы тұруға, еңселі ел болуға деген өзінің арманын жеткізгенін байқаймыз. Ал енді сонда екеуінің де үйрететіні не бізге? Не үйретіпті? Бірлікте болуды. Біріксек қана, жұдырықтай жұмылсақ қана, қандай қиындықты болса да жеңе алатынымызды, біздің ұлан байтақ қазақ жерін солай сақтап, өзімізден кейінгі ұрпаққа жеткізе алатындығымызды насихаттаған. Жақсы. Отыра ойында, рахмет, өте жақсы. Отыра ойымыз. Келесі өз ойларын айта қойсын. Жақсы. Тезеп шыға қоямыз. Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны және бұл Махамбеттің патша үкіметіне қарсы шыққаны және оның 19 ғасырда өмір сүргені жайлы айтылады және ол өз заманында түрлі жыраулар шығарып мен едім деген өзі түрлі шығармалар жазған. Ол кім болған? Исатайдың үзеңгілес жолдасы болған. Тек қана қаруын алып майданда ғана жүрмеген, елді ғана басқармаған, қаруы мен қаламын қоса ұстаған ақын жырауымыздың бірі Махамбет екен. Өзі жаңа Исатаймен үзеңгілес дос бола тұра, Исатайға бірнеше өлеңдер арнаған екен. Соның көпшілігі сол кездегі патшалық Ресейдің отаршылығына қарсы халықты неге көтеруге, өзінің бодандықтан құтылуға, егемендігін алуға деген халықтың санасын ояту үшін жазған шығармалар өте көп екен.
Жақсы. Ақтамберді 16-17 ғасырларда өмір сүрген. Екеуінің айырмашылығы, біреуі патшалық Ресейдің отаршылдығының заманында өмір сүрсе, Ақтамберді қай заманда? Хандық дәуірде өмір сүрген екен. Өмір сүрген. Ол өлеңінде көбінесе сол өзінің елінің жақсы болуын аңсапты, және ол бодандыққа қарсы жыршылардың бірі. Және оның күлдір кісінетіп атты жырында архаизм сөздер бар. Жақсы. Қандай осы Ақтамбердінің шығармасынан үзінді білесің ба? Өзін еркіндікті аңсаған жолдары бар ма өлеңдерінде? Кісінетіп күреңдімдер мекеміз, күдерден баутағып, ақ кіреуке киер мекеміз, өзенге бие байлатып, төскеге орда орнатып, төрткілі ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекеміз. Осылай армандай, тағылай армандай Ақтамберді өзінің күлдір кісінетіп деді. Жайласам, қолымда бес байласам, күнде жиын, күнде той, қыз боз бала ойнатсам, тентегіне байға деп, ішінен жақсысын таңдасам, ішінен би сайласам, құлым ұлымдай киінсе, көркін көрген сүйсінсе, атындай жұмас секілді, атағы менге білінсе. Жақсы. Ал енді Махамбет қалай жырлапты? Махамбет не дейді? Ал Бегнұр айтам. Мен едім, менің артында жүргенде еңіреп жүрген ел едім. Исатайдың артында егеде тарлан бөредім. Қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңдедім. Өздеріндей хандардың қарыны жуған билердің атандай даусын ағыртып, лауазым көке шақыртып, басын кессем деп едім. Еділдің бойы ең туған ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал болдырсам деп едім. Ендесе биік Ақотау елексіз кірсем деп едім. Жағалай тек қылып тоқым етсем деп едім. Төрде отырған ханымдардың төрде отырған ханымның хатын етсем деп едім. Жақсы, рахмет. Енді өстін сонда Махамбет мен едім деп жырласа, күлдір кісінетіптегі Ақтамберді не дейді? Күлдір кісінетіп күреңді мінер мекеміз деп. Екеуі де естейді, алдарына мақсат қояды. Өздерінің армандарын айтады. Осы арманымызға жетсек екен, еліміз тәуелсіз болса екен, әрқашан ол еліміздің тыныштығы болса екен, бейбітшілігі болса екен, малы көп болса екен, ол кезде біздің жаңағы еліміздің дамуының бірден бір көзі төрттілік мал деп есептеген. Сондықтан сол малымыз көп болса біздің байлығымыз аса түседі деген ой ол кезде нық қалыптасқан. Жақсы, екеуінің ұқсастығы да осы, тек бұлардың айырмашылықтары не болды сонымен? Бұлардың әр кезеңде өмір сүргенмен, бұлардың айтқан ойлары бірдей. Жақсы, отыра қойыңыз. Тәуелсіздік тобы мәңгілік ел тобының қай мүшесінің пікірі ұнады сіздерге? Келесі мәңгілік ел тобындағы Ғалымбекке өз жолын беремін, себебі ол берілген тапсырманың тақырыбын айшықтап, көркемдеп, өзінің түсінгені бойынша бізге дұрыс түсіндіре білді. Жақсы, рахмет. Бере ғой, қолымыздағы құшамызды бере ғой. Жақсы. Алда өлчен айта ғой. Нұрасы деген демейміз? Мен өз жұлдызымды осы топтағы мәңгілік ел тобындағы Дастанға бергім келеді. Себебі ол өз ойын ашық жеткізіп, бәрімізге түсінікті қылып. Ал кемшілік тұсын байқадық па? Кемшілік тұсы ол не? Әлде сөздік қорын істеу керек, мол айту керек. Әлде сөздік қорын мол айту керек. Тәуелсіздік тобынан мен Бегнұрға өз жұлдызымды сыйлаймын. Себебі ол шамалы кідірсе де бұл өлең жолдарын айшықтаған тілімен жақсы айтып шықты. Жақсы. Енді әрі қарай келесі бір тапсырмамыз бар, енді бір белесіміз бар, соған көшейге. Жақсы. Бұл тапсырмада сабағымыздың мақсатында қойдық. Екі басқа шығармалармен үндестігін айырмашылығын табамыз, және тарихи және көркемдік құндылықтарына тоқталамыз. Міне осы мақсатымызды орындау үшін келесі тапсырма сіздерге беріледі. Бұл тапсырма сыныптың барлығына ортақ, екі топ мүшелері де бір тапсырманы орындайды. Яғни қандай қадамдар бар екен? Бұл тапсырманы орындау үшін қадамдарымыз қандай екен? Аружан айта ғой. Қане балалар, тыңдаймыз. Қандай тапсырма орындайды?
тарихи құндылығына дәлел келтіреді, көркемдік құндылығына дәлел келтіреді. Тек қана тауып қоймаймыз, тарихи құндылығын, көркемдік құндылығын дәлел келтіру арқылы түсіндіреміз бір-бірімізге. Жақсы. Кірсе қояйық тапсырмамызға. Жаңа айттық қой, мына Ақтанберді шығармасының тарихи құндылығы, көркемдік құндылығы. Назарбаевтың шығармасының тарихи көркемдік құндылығы, Махамбет шығармасының тарихи көркемдік тапсырманы орындап болсақ, балалар өзіміздің ойымызды өзгелерге таныстыра қояйық. Жақсы, келе қоямыз. Кім шығады? Шыншындайды. Тағы қарапат. Ақтанберді жыраудың кезіндегі жыраулар батырларға рух беріп отырған, өздерінің жырлардың арқасында сол батырларға тәуелсіздікке қарай жолды бағыттап тұрған болатын. Сонымен қатар осы Ақтанберді тек қана осы жырау ғана емес, сонымен қатар батыр да болған. Яғни ол өзінің қасындағы жауынгерлерге осындай рух беріп отырған, ал осы тарихи құндылығына жеткізе аламыз. Ал көркемдік құндылығына, яғни біз осы өлең жолдарынан аллитерация, эпифра, метафора егізуді таптық. Мысалға аллитерацияны мен мына жолдармен дәлелдей аламын. Яғни төскейде орда орнатып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құран мекенбіз. Яғни бұл жерде т дауыссыз дыбысының қайталану осы аллитерацияның мысал болып табылады. Ал эпифраға, яғни өлең сөзде соңғы жолдарының қайталануы. Бұған мен дәлел ретінде мына бір жолдарды мысал ретінде келтіре аламын. Кеуде бір жерді шөл қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, өз алдыма ел қылсам, яғни осы жердегі қылсам атты етістік осы эпифраның басты мысалы болып табылады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге осы қаншама ғасыр бойы осы тәуелсіздікке деген ұмтылысымызды, яғни үлкен еңбегімізді барлық сан мың ғасыр бойы қазақ халқының армандап келген арманына қол жеткізгені туралы қол жеткізгені туралы айтылып тұр. Яғни осы ғасырдың және де 21-ші ғасырдың тәуелсіздік ғасырындағы болып жатқан оқиғаларды, сондай тату тәтті елімізді бейнесін бізге баяндап айтып тұр. Шығармасында бейнесін дәл қазіргі замандағы біздің қазақ елінің бейнесіне, қазақ елінің жағдайын өз толғауында боямасыз көрсетіп тұр. Жақсы. Ал енді тарихи құндылығына, көркемдік құндылығына не айтамыз бұл шығарманы? Біз бұл шығармадан жай қара сөзбен емес, өлең жолдары тәрізді ұйқаспен келтірген өз сөзін. Біз автор өз ойын нақты әрі көркем тілде қорытындылады. Қорытындылаған болатын. Яғни бұл жерден біздің елбасымыздың тек қана осы ел басқарумен ғана емес, сонымен қатар осы ақындық өнері бар екенін де. Тағы қашаннан біліп жүрміз біздер ақындық өнері барын. Үш қоңыр өлеңімді үш қоңырдың және менің Қазақстан біздің еліміздің әнұранының да авторы осы біздің елбасымыз екені сіздерге белгілі. Жақсы. Отыра қояйық. Жақсы, өте жақсы. Ал енді Махамбет шығармасында қандай ерекшелік бар екен? Және мына топ байқамаған қандай құндылықтарды байқады екен? Келесі тобымыз өз ойларын айта қойсын. Бұл жерде Ақтанбердінің шығармасының тарихи құндылығы ол дәл сол кездің шындықтарын айтты. Ол шындықтар өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, түрткілеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде құрар мекенбіз деді. Деген жолдардан біле аламыз. Өте жақсы. Жаңа айтылды ғой бірақ дегенмен, жақсы. Ал көркемдік құндылығы бұда архаизм сөздер бар. Архаизм сөздер дегеніміз көне сөздер. Оларға күлдір кісінетіп күреңдімдер мекенбіз.
күдерден бауталып ақ крюкке киемін екенбіз деген жолдардағы күдері, крюкке сөздері біздің архаизм сөздерге жатады екен. Жақсы. Ал Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шығармасына келетін болсақ, ол осы яғни 21-ші ғасырда өмір сүруді, заманын жақсарту, яғни осы замандағы өмір сүруді, халықтың өмір сүруін жақсы деңгейге жеткізу жайлы айтылған. Және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің ақындық өнерімен де елге яғни танымал. Соның бірі осы шығармасындағы ұйқас өлеңінде кездеседі. Сөздерінің жай емес оралымды ұйқастармен келуі соның бір мысалы. Жақсы. Ал Махамбет шығармасында ол Исатай батырмен бірге қосылып, Ресей отаршылдығына қарсы халықтың бодандыққа қарсы күшін көрсетіп, оларға наразылық көрсету, себебі ол вақыттағы патша үкіметі өздерінің жаңағы кедейлердің жерлерінің барлығын хандарға таратып беріп отырды. Билік басындағыларға таратып беріп отырды. Халықты қанады, сол себептен ел зардап шекті. Махамбет шығармасының тарихи құндылығында осылар жатады. Ал көркемдік құндылығына мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ел едім деген өлең шумағындағы мен деген сөздері анафора, олардың қайталануы анафора, ал едім сөздерінің қайталануы эпифораны көрсетеді. Және де еңсесі биік ақ орда, еріксіз кірсем деп едім деген өлең жолдарында ассонанс бейнеленген. Ассонанстың мысалы болар. Сонымен қатар Махамбеттің шығармаларында риторикалық сұраулар, қайталаулар кездеседі. Түсінікті ғой? Жақсы. Теңеу да бар оның ішінде. Жақсы. Отыра қоямыз. Өте жақсы. Рахмет. Біздің тәуелсіздік тобының оқушылары мәңгілік ел тобының тапсырманы қалай орындағандығы жөнінде өз бағалауларын айтамыз. Қазыбек. Мына мәңгілік ел тобының қатарының ішіндегі Болатова Аида оқушы көркемдік құндылықтарды жақсы таба білді. Сол себепті өзімдің жұлдызшамды Аидаға сынады. Жақсы. Ал тағы Абужан. Менің бұл жұлдызымды Санжарға беремін, себебі ол өз ойын нақты жеткізе білді, және де Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шығармасынан тарихи құндылығы мен көркемдік құндылығы жеткізе білді. Айта отырғанша тез етеміз. Мен де өз жұлдызымды Санжарға беремін, себебі ол өз ойын анық жеткізді. Бірақ осы топтың кемшілік тұсы ол Махамбеттің шығармасы туралы айтылмай қалды. Біз айтқан болатынбыз. Біздің түсіндіргеніміз туралы айтып берген. Жақсы. Құрауды. Ал енді мәңгілік ел тобы бере қояйық. Қарақат. Өз жұлдызшамды үмітке берейін. Себебі көркемдік құндылықтарды жақсы түсіндірді деп ойлаймын. Сол себепті беремін. Кімнің шығармасының көркемдік құндылығын түсіндірді? Махамбет шығармасының көркемдік құндылығын жақсы түсіндірді. Жақсы. Тағы бар ма айтатынымыз? Өз бағалауымыз бар ма? Жақсы. Мен Асылжанға өз жұлдызшамды беретін едім. Ол осы топта белсенділік танытып, сұрақтарға нақты жауап беріп, сондай-ақ осы көркемдік ерекшеліктер мен тарихи құндылықты аса түсінікті әрі нақты жеткізе білді. Жақсы. Балалар, олай болса біз бүгінгі сабағымызда мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз ба? Біздер бүгінгі сабақтың басында қандай мақсат қойып едік сабақтың басында? Шығарманың несін? Қандай мақсат қойды? Салыстыру. Немен салыстыру? Басқа да шығармалармен салыстырып, құндылықтарын анықтау. Жақсы. Басқа шығармалармен, осымен үндес шығармалармен, ұқсас шығармалармен салыстыра отырып, ол шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығын анықтау, бағалау. Жақсы. Жеттік мақсатымызға. Олай болса қазір біздің бүгінгі сабағымыздан өздерінің тұжырымдарыңды, қорытындыларыңды, не оқып үйренгендеріңді маған, я болмаса сыныптастарыңа білдіру үшін мен сіздерге мына жарға қабырғаға іліп қойдым. Мен көрдім, мен білдім, мен үйрендім бүгінгі сабақтан.
көп нәрсені дейтін болсаңыздар, ана сөйлемді. Қасына танымдылық тамсанудан басталады деген тұжырымға келсеңіздер, бұл сабақта мен көп нәрсені бүгін білдім, таңданып отырмын деген ойда қалсаңыздар, ана сөйлемнің қасына егер мен бүгінгі сабақты онша түсінбедім, бүгінгі сабақ менің бір құлағымнан кіріп, бір құлағымнан шығып, әрине әзіл ретінде шықты деген ойда болсаңыздар, мына жерге келіп тоқтаса қоямыз. Тездетеміз. Бір шама бар екен, қайсысын айтасың, неғып бұл жерге келіп тоқтадыңыздар? Неғып бұл жерге келдің? Айда сен. Жаңадан естіген ақпарат, ол Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік толғауы болатын. Яғни мен бұл толғауды осы уақытқа дейін естімеген болатынмын, және мен осы сабақтың нәтижесінде мен осы Нұрсұлтан Назарбаевтың толғауымен таныстың. Оның мақсатын түсіндің бе? Сен не деп тұрсың бұл жерде, Санжар? Мен жаңа Нұрсұлтан Әбішұлының шығармасындағы осы заманда айтқаны туралы мен толығырақ түсіндім. Толығырақ түсіндім. Жақсы. Ернұр? Мен Ақтанберді мен Махамбеттің екеуінің салыстырғандағы екеуінің айтатын сөздері бір екенін түсіндім. Бүгін соған түсініп, соған таң қалдым. Аслан, не айтасың? Бұл жерге неге тоқтадың сен? Мен Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының шығармасындағы мәңгілік ел дегенді түсініп, мен өз ойым мен осы жерге тоқтауды ұйғардым. Өте жақсы. Ал мен көрдім, мен білдім, мен үйрендім деген жерге келген оқушылардың пікірін сұрап көрейікші. Ал Дәулетжан айта ғой. Мен бұл бүгінгі сабақтан Махамбет Өтемісұлының шығармасы мен Ақтанберді Сарыұлының шығармасы ұқсайтынын білдім. Жақсы, келесі. Тағы аңсар неге тұрмыз бұл жерге? Мен бұл жерде біраз нәрсені көріп және білдім. Мысалға бұл жерде күлдір кісінетіп, өлеңіме, жырымен біраз жырлар үндеседі екен. Үндеседі екен. Мысалға, қай жырлар үндеседі екен? Махамбет Өтемісұлының Баймағамбет Сұлтанға айтқаны. Тағы қосады. Думан айта ғой. Мен білдім дегендегі бұл, мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл менің Қазақстан деген өлеңмен естімеппін. Тәуелсіздік деген өлең естімеппін. Шығармасын естімеппін. Мен осы сабақта сол шығарманы көрдім, білдім. Үйрендің, сол шығарма не туралы екен. Айтатыныңыз бар ма? Расыл айта ғой. Мен бүгінгі сабақта тәуелсіздік шығармасын күлдір кісінетуге ұқсайтынын білдім. Өте жақсы. Олай болса, бағыңызға рахмет, орындарыңызға отыра қойыңыздар. Енді сіздерге үйге тапсырма. Сіздер бүгінгі сабақта тек қана Ақтанберді Сарыұлының күлдір кісінетіп шығармасының екі шығармамен ғана ұқсастығын, үндестігін, олардың көркемдік және тарихи құндылықтарын анықтасақ, үйден өзге де жыраулардың, немесе осы тәуелсіздік заманымыздағы өзге ақын жазушылардың қай шығармасы осы күлдір кісінетіп шығармасымен үндес екендігін тауып, үзінді жаттап келуге үйге тапсырма беріледі. Жақсы. Сабаққа қатысқан оқушылардың барлығына өте жақсы деген баға қойылады. Сау болыңыздар.